Сәлем баршаңызға, ләззаттың арнасына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге осындай өте жұмсақ әрі дәмді бір ғана жұмыртқадан жасалатын печенье жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар ұн, сары май, қаймақ, қант және де бір жұмыртқа, жаздыр-кетел керек болады. Ең әуелі ұнымызға сары майымызды салып, әуелі пышақпен бөліп алдым мен. Содан соң қолдарыңызбен майда етіп үгітіп шығамыз. Сары майдың барлығы біркелкі болу керек. Ұнмен араласып, қолымызбен жақсылап езіп алғанымыз дұрыс болады. Барлығын осылай жақсылап ұнтақтап аламыз. Содан соң дәл осы ұнымыздың үстінен қантымызды саламыз. Қантымызды салған соң барлығын жақсылап лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Содан соң мен үстіне жаздыр-кетел сеуіп жібердім. Бір шай қасық жаздыр-кетелді жақсылап салып аламыз. Содан соң бір жұмыртқамызды және де қаймағымызды. Қаймақтың пайызы маңызды емес. Мен 20% қаймақ қолдандым. Ең бірінші лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қолымызбен қамырды илей бастаймыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын, әдемі қамыр болып шығады. Осы описанияда көрсетілген ұннан артық ұн салмаңыздар, әйтпесе печеньеларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Осындай жұмсақ, әдемі қамыр пайда болады. Енді қамырымызды 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. 10-15 минут өткен соң қамырымызды жұқада емес, қалыңда емес, орташа етіп жайыңыздар. Жұқа болып қалса, сіздердің печеньеларыңыз қатты болып қалады. Сол себепті кішкене қалыңдау болғаны дұрыс. Онда кішкене сеуіп қамырымды жайып алдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте қалында емес, өте жұқада емес, жақсылап мән беріп қараңыздар. Осылай қамырымызды жайып, өзіңіздің үйде қандай форма бар, сол формамен кессеңіз болады. Мен жүрекше және де жұлдызша формамен кесіп алдым. Егер сіздерде бұндай форма болмаса, кәдімгі дөңгелек формада да пісірсеңіздер болады. Осындай әдемі жүрекше формочка болды, қараңыздар. Екіншісін мен жұлдызша формадан жасадым. Осылай формамызды кесіп, жан-жағында қалған қамырды алып, қайтадан дөңгелектеп, дәл осылай форма жасайсыздар. Артық қамыр қалмайды. Сол себепті қалған қамырды алып, тағы да жасасаңыздар болады. Содан соң барлығын противенімізге салып, бетіне жұмыртқа жақтым. Сіздер жақпасаңыздар да болады, немесе қант сеуіп қойсаңыздар да болады. Әркімнің өзінің қалауы. 200 градуста 20-25 минутта осындай өте әдемі әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге отбасыңызға да, балдарыңызға да ұнайтын сөзсіз. Сіздермен болған ләззат баршаңызға ас болсын.